Мұхтар Әуезов үйлену. Шілденің ыстық күні, Шаңқай түс мезгілі. Аспан ашық, таза. Төбеге келген қызулы күн жерді ысытып, өзгеше жарқырап шақырайып тұр. Күшті жарығы қаратам көзді ұялтып, еріксіз жұмғызғандай. Күн қызуы жайылған ауа адамды тұншықтырғандай күйіп, шаңытып тұр. Тынысты ауырлатып, бойды меңзең қылып әлсіреткендей. Бір қалыптан айнымай шыжып тұрған ыстық ауада анда-санда болымсыз ыстық леп білінсе, адам қомағайланып сол тынышты салқынға қарай бойын созып, бетін төсеп еріксіз ұмтылғандай болады. Бұл уақытта аз ғана тыныштық табылса, жалғыз ғана үй ішінен табылғандай. Әсіресе салқыны көп, үлкен ақ үйлер. Есігі төрулі, түңлігін еңкейтіп, терісінен ашқан үлкен үйлерге кіргенде ғана дене аз тыныштық алғандай болады. Жайлауға жаңа келген ел жіңішке өзенінің бойына шалғынды, жерді қуалап, жағалай қонған. Көз ұшында сары даланың шетінен жотасы көрініп, иректеліп созылып жатқан көктау көрінеді. Одан бергі жер жалпақ ақкөде мен сары селеу. Өзеннің солтүстік жағы ұзын сары адыр. Қай жерде таудың аралары үзіліп, кезең болып, кей жерде біріне бірі қабатталып, мехі адыр бұйрат болады. Өзен осы адырды кенерлеп таумен бірге айырылып ағады. Сары дала, сары адырдың арасындағы жіңішке өзен екі жағасында көк жиектенген шалғынымен, жағалай қонған ағауыл жыбырлаған неше түлік малымен, әр жерде бұраңдап аспанға шығып атқан көкшіл түтінімен бір қалыпты дүниенің ажарын ашып, сырт көзге көркейтіп тұрғандай. Өзен бойындағы ауылдардың күнбатыстағы жағындағысы Байбосын қажының ауылы. Бұл ауыл өзгелерден артығырақ түйіздегендей, өзеннің суы жалпақ шалғыны мол жеріне қонған. Және бір жағынан ешкімді қондырмаған сияқты өрісті мол қылып, беті ашықта оқшау отыр. Ауыл 11-12 үй. Бұлардың төртеуі үлкен ақ үйлер. Бірі байдың өз үйі, екеуі балаларыныңкі, төртіншісі жаңа кезден істелген, сыртын манатпен оюлаған 5 қанат ақ отау ұзатылатын қыздың үйі. Ауылдағы қалған үйлердің көбі кішкене, 3-4 қанат жыртықтау қара үйлер. Малшы қосшының үйлері. Ауылдан 200 қадамдай жерге қағылған көгалдағы үлкен желіде амалсыздан жатқан байлаулы құлындардан басқа ірі жылқы жоқ. Бәрі де өзенге түсіп, 2-3 жерге топтанып үйездеп тұр. Әншейінде шыдамды жылқы дәл бұл уақытта ыстықты шын ауырлып, меңзең болып тұрғандай. Бұлардың ыстықтан мазасы бір кетсе, ызыңдап ұшқан тынымы жоқ көкбас сона, бөгелектен тағы тыныштығы кетіп, суда аяқтарымен шылпылдатып, құйрығымен екі жағын сабалап тыным ала алмай тұр. Ыстық суыққа бірдей шыдамы жоқ сиырлар даладан оқыра қуып келсе, ауылда тыныштық таба алмай аласұрып жүр. Анда-санда тыныштық алайын десе де, сәйгелдің бір қалыпты ызыңы естілгенде, көзі аларып, құйрығы шаншып, жан-жаққа бытырай жөнеліп, құтырғандай жосиды. Екі бүйірінен демін ала ентігіп, танау қағып жүрсе де, күн ыстығы қайтқанша тыныштық ауыл жоқ сияқты. Байбосын ауылы кешеден бері қара күндегісінен көңілдірек. Кеше екінді кезінде келген 5-6 кісі күйеулер ауылдың қызығын молайтып, қыз келіншек, бала шаға, бозбалалардың желігін көбейткендей. Бір жағынан күйеулердің амандасуға келіп жатқан жақын ауылдың қыдырмашылары да ауылдағы қара құраны молайтып, ертеңді кеш топырды көбейтіп жүр. Байлардың келіндері жақын ауылдың қыз келіншектері түгелімен таза киімдер киіп, күйеулер отырған ақ отауға ерсілі-қарсылы кіріп шығып, даурығып, қалжың айтып, дамылсыз күліп, бірін-бірі жұлқылап ойнап, желігіп өтседі. Күйеулерімен қыдырып келген жұртта таңертеңнен қозғалмай отырып, әлденеше тегене қымызды ішіп алып қызысқан. Бірін-бірі қағытып қалжыңдасып, мысқылдап күлісіп, кейде қызыл кеңірдек болып, болымсызға дауласып та кетеді. Күйеулердің үйі қазіргі сағатта өте көңілді. У-шу, ойын күлкі, қалжыңдар әлі басылған жоқ. Көп тұрду, күлкі арасында анда-санда домбыраға қосылып, жіңіске дауыспен шырқаған әнші Матайдың маңызды әні де естіліп қояды. Күйеулердің үстіне кіруге лайықсыз көрген үлкендер ауылдың алдындағы өзен жағасына таман келіп, көк шалғының үстінде көйлекшең отырып, салқындап әңгіме құрып отыр. Ауылдың қазіргі ажарына қарағанда,
және үлкендердің ниетіне қарағанда бұл күйеулер қадірлі қонақтарға ұқсайды. Мұның бір себебі, күйеу болып отырған Қасым осы елдің көрші болысы Қызылшіліктің жаңадан сайланған Болатком бастығы болатын. Ел ішінде аталы ауылдың баласы биылғы жылы партия басы болып, елінде атқа мінген жігіт. Өзі пәлендей батыр, өнерлі, өрелі жігіт болмаса да, ата баласы ғой деп, атасының аруағын сыйлап, ел осыны болыс қойған. Аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесінің кері болған. Күйеулердің бұдан басқа бір сыйлас болатын себебі, бұлардың қасында Қасымды болыс сайлаған нұсқаушы Оспан да ере келген. Оспан осы маңдағы 3-4 болысқа келген сайлаушы. Өзі шала оқыған мұғалім болса да, Қасымның айтуынша өнерімен жетілген деп саналады. Ұлықтықты ұқсата білген, сый-сияпатты тәуір көретін жігіт болғандықтан, Қасым аужайын байқап, әдейі қасына ертіп, қонақ ретінде алып келген. Сайлаушы төренің саяси пікірі қыр тұрмысына үйлеспесе де, қазақты жақсы көргендіктен анау-мынау ойларды былай тастап, бәйбішенің үстіне тоқалдыққа байбосынның қызын алғалы отырған Қасым досының қасына еріп келген. Қасым жасы 40-тың шамасында, бетінде шешек шалған айқын таңбасы бар шұбар. Қоңқақ мұрын, бітеу бастау, селдір қара сақалы бар, зор денелі аңсағай жігіт. Кісінің іші бауырын елжірететін орамды жүйрік тілі болмаса да, Оспанды ылғи төре деп сыйлап, асты үстіне түсіп, қорыққандай болып күтіп тұрады. Айтқан сөзінің бәріне де құп деп мақұлдап тұратын мінезімен төреге жаққан болатын. Оспан бұл мінездерін қазақтың қонақшылдығы, мырзалығы, кеңдігі деп сүйген еді. Сайлаушы таңертеңгі шайдан соң енді біраз гулять жасау керек деп, қыр кісілерінің бір жерде отыра беретін мінезін өзінше сөгіп, біраз жүріп келуге тырысқа шыққан. Бірақ тыстың ыстығы шыққан жерден жайсыз көрінсе де, қайта кіруді ыңғайсыз көріп, қасына әзінің шабарманы мен тағы 1-2 жігітті шақырып алып, ауылдағы әр нәрсені бұрын көрмеген кісідей тамашалап жүрді. Төреге жусап жатқан қой да, оқырлап жүрген сиыр да тамаша көрінді. Желіде жатқан құлынды көргенде, ақ жүректігі ұстап, ыстықтап жатыр-ау байғұстар. Әй, қазақ деген қандай жестоки, деп бір талы ой ойлаған кісі секілденіп бір тұрды. Біраздан соң құрт қайнатып жатқан кемпірге келіп, «Бұдан не шайқап жатырсың, кемпір, деп күлімсіреп. «Өндіріс осы ғой», деді. Қасындағы жігіттер төренің бар сөзін мақұлдап. «Біздің Қазекеңнің осындай қазақшылығы болады», деп мысқылдап күліп қойды. Оспан осыдан азақ бұрын құрт ішемін деп жер ошақты жағалап, шешесінің мазасын ала бергенде басына таң қайтып талай тиген ошауды ұмытып, қазірде сол құртқа кісілік көрсеткендей болып тұрды. Осындай біраз сейіл жасап үйге қайтқанда, бұны тосып отырған күйеу бір оңаша сөзім бар деп мұны тысқа шақырды. Екеуі де тысқа шықты. Ауылдан 40-50 қадамдай жерге барған соң, көгалға жайланып отырып, Қасым сөз бастады. Қасымның айтпағы өз жайы екен. Тымағын көзіне киіп, төмен қарап отырып. «Төре, мұнда маған жайсыздау бір әңгіме болып отыр. Бұл байбосынның қызы мен жаңада айттырғам ғой. Әке-шешелер қызын бермекке риза болып, бізден бір талай малды алып қойып еді. Енді бұл уақытқа шейін ай қарап жүрді ме білмеймін. Қызы қатын үстіне тимеймін, риза емеспін, бостандықтың заманы өзімнің көңілім сүйген кісіге тиемін. Оның жасы да үлкен деп айтады дейді. Әлі бұл сөз әкелерінің құлағына тимеген болса керек. Жаңа жеңгесі келіп осыны айтып кетті. Сайлаушы қайтамын, басыма бостандық аламын, сотқа барамын деп айтады дейді. Сонымен кеше де бүгін де біздің қасымызға шақыртсам да келмей отыр. Бармаймын деп айтады дейді. Ата-анасы батасын айтып қызын беруге риза болған, құйрық бауыр жесіп құда болғанбыз. Оның үстіне мінеки сізге сый көрсетемін деп әдейі өзіңізді де ертіп келіп отырмын. Осыны қалай дейсіз? Қашқанның да қуғанның да тірегі сізсіз ғой. Арыз беремін деп отырғаны сіз екенсіз. Лайық көрсеңіз, өзіңіз соны сөйлесіп, ақмақтық қылма десеңіз қайтеді? Сіздің сөзіңізге тоқтайды ғой. Оспан аз сөйленіп отырып шімірікпестен: «Жарайды, мен сөйлесейін. Мұнысы қисынсыз екен. Қанша бостандық дегенмен қазақтың қазақшылығына лайықсыз жұмыстың орны жоқ қой», деді. Қасым көңілденіп күліп: «Төре-ау, тіпті енді декретіңде күйеуі келіп отырған қыз да бұзылсын деген бе? Мұнысыны қойғызыңыз», деді. Жігіттер осы ретте сөздерді біраз сөйлескен соң түрегелісіп үйге қарай жүрді.
Оспан сол бетімен барып қызбен сөйлеспекші болды. Қалыңдық бұлар отырған үйге келмегендіктен пішінін Оспан әлі күнге көрмеген болатын. Төре күйеулердің үйінен өтіп, қыз отырған кіші отаудың жанына тақалғанында қалтасынан тарағын алып, тыста тұрып шашын тарап, қоразданып, қақырынып үйге кірді. Үй оңаша екен. Оң жақтағы биік төсектің алдында машинамен істігіп Қасымның қалыңдағы Жәмилә жалғыз отыр. Басында уқалаған қара тақиясы, жаңа тараған қара шашынан беті ақ түсіне тара жарасып тұр. Бетінің ұшындағы жұқалаң қызғылы, аз ғана күлімсіреп тұрған мөлдір қара көзі, кішілеу қырлы мұрыны бір көрген жерден ақ Жәмиланың сұлулығын білдіріп тұр еді. Орта бойлы, толықтау денесіне киген ақ көйлегі, жасыл пүліш кәмзелі де ешбір мінсіз болып жарасқан. Оспан қыздың сұлулығына таң қалғандай болып, көрген жерден көңілі құрметтегісі келгендей болды. Бұл төрге шығып отырып амандасқанда, Жәмилә аз бұрылып көзінің құйрығымен қарап, ешбір қымсынбаған пішінмен «Шүкір» деп ақырын ғана жауап қайырды. Оспан қалжыңдаған болып, әртүрлі сөздің басын айтып, аз отырған соң келген сөзіне көшті. Қыз мойнын бұрып, таңданған пішінмен жас жігітке қарап отыр. Оспан өзінің басын ұғымсыз қылып, қайта-қайта бөгеліп сөйлеп аяғында: «Ата-анаңыз атастырып қойған екен, я, оның үстіне күйеуіңіз бір елдің болысы, ұлығы, енді тимеймін дегеніңіз лайық бола ма? Я, мен бұл сөзді тастауыңызды сұраймын», деп қызға қарап себепсізден күлімсірей келіп, ақырында мырс етті. Жәмиләнің өңінде жігіттің сөзі әсер бермегендігі білініп тұр. Ол Оспанның сөзін естіп болған соң, ақырын езу тартып күліп, жігіттің бетіне тура қарап отырып: «Осы өзіңіздің ойыңыздағы сөзіңіз бе? Жоқ, Қасымға еріп келген соң жолдастығын ақтайын деп айтып отырсыз ба?» деді. Оспан басында не айтарын білмей, қысылыңқырап қалып, артынан әлденеден рахымы түскен пішінмен күліп: «Әйтеуір айттым ғой, әуелі менімен сөзіме жауап беріңізші», деді. Қыз: «Өзгенің сөзінің жөні бір басқа. Жалғыз ақ сіздің жеңгетай болғаныңыз қисынсыз емес пе? Әйелге бостандық әперетін сіздер десек, өзіңіз мұны айтқаныңыз дұрыс па?» деп кінәлаған кісінің пішінімен Оспанға тағы қарады. Оспан: «Сіз мені жеңгетай деп абижат етесіз, мен сіздің оныңызға ренжимін», деді. Қыз күлімсіреп: «Олай болса жөніңізге көшіңіз. Өзіңіздің жастығыңызға, орныңызға, түсіңізге қарағанда осы сөз лайық па, соны ойлаңыз», деді. Оспан бұл сөзге келгенде бір жолата жеңіліп, кінәлі болған кісіше төмен қарады. Қыздың ірге бермеген ашықтығы мен шешендігі жігітті жеңді. Бірақ бұдан төренің көңіліне ашу мен намыс кірген жоқ. Қайта қызға қатты сүйсінгендей, ішінен құрметтеп көңілі басқа жаққа қарай ауа бастады. Соңғы бір-екі сөз өз көңілін оятып, күтпеген жерден болымсыз үміт туғызғандай болды. Қыздың пішіні, мінезі, барлық сөзі де жігітке әбден жақты. Бұл уақытта Жәмиләда оқыған жігіт дегенді жаңа көргендіктен, бұған өзгеше көңілмен қарап, орысша сәнді киген киіміне, қызыл шырайлы сүйкімді пішініне айрықша көңіл бөлгендей болды. Жас жігіттің ажарлы пішіні мұның да әртүрлі сезімін оятқандай еді. Енді үміт пен күдіктің арасында алысып отырған шыдамсыз күйеуді ұмытып, сайлаушы төре өз әзілінің жарастығын іздей бастады. Қыздың соңғы сөзінің бетімен бірталай сөйлесіп отырған соң, екеуі бірінен бірі үйір болып, әбден таныс болған кісілердің қалпына келді. Аяғында қыз сөзінің көбі Оспанның үмітін әбден нығайтқан соң, қырдағы мүсіні тәуір әйелдің бәріне істеп жүрген дағдылы машығына салып, төре белгілі тілек айтуға ауысты. Көптеген қалжыңмен жағалатып, айтып отырған сөзінің бетін ашты. Қыз бұл жерде де қысылған жоқ. Көптен естіген сөзінің бірі екендігіне жауап ретінде жымиған күлкісінен білініп тұр еді. Енді біразда ғашық болуға тақап жүрегі лүпілдеп, жауабын асығып күтіп отырған жігітке қарап Жәмилә: «Сіздің сөзіңіз жерде қалмас, бірақ менің айтатын тілегіме өзіңіз де табылыңыз», деді. Оспан бұл жерде шыдап отыруға шыдамы келмей, қыздың қасына барып, қолынан ұстап, бір қолымен мойнынан құшақтап, бетінен сүйіп алды. Қыз болымсыз ғана қымсынып, төмен қарап, ақырын біреу келіп қалады дегендей, басқа еш нәрсе айтқан жоқ. Біраздан соң Оспан орнынан қайтып келіп отырып, қыздан оңаша жолығатын уақыт сұрады.
Қыз жымиып күліп: айтқаныңыз жаңа асыққаныңыз не? Әуелі менің тілегімді естіңіз, деді ол. Оспан: айта ғой олай болса тілегіңді, дегенде. Тілегім, біздің жақындығымыз аз күндік жақындық болмасын. Лайық көрсеңіз, өмірлік жолдас болайық деймін. Осыны қалай көресіз, деді. Оспан бөгелместен байлауын жасап: жәміш, менің де айтқалы отырғаным осы еді. Енді сөзіміздің байлауы осы болсын. Сен менікі, мен сенікі, деді. Осы секілді сөздерден кейін қыз бен жігіт арасында уәде беріскен байлау болған соң, енді қалай қосылудың жайын сөйлесті. Бұл турасынан бірталай сөйлесіп келіп байлағандары, аз күнде елдегі жұмыстарын бітіріп, Оспан қалаға қайтады. Сонда Жолшыбай келіп Жамышты алып қашады. Оған шекті Жәмилә Қасымға тимеймін деген сөзді айтып тұратын болды. Осымен сөздің аяғын бітіріп, екеуі талай жылдан көрісе алмай, сарғайысып жүрген ғашықтардай құлаштарын жайып сүйісіп зор қайырлысты. Бұл оқиғаның артынан Қасым күйеуге Оспан көңіл жұбататын сөз айтып келген жоқ. Қызды көп сөйлесіп тәуір-ақ көндірмекші болып айналдырып едім. Болмады. Мен енді бабын таба алмадым, деп болымсыз сөздермен Қасымды жұбатпақшы болды. Қасым бұл сөздерге сенер-сенбестей болып үндемей отырып қалды. Сол күні кешке қыздың тимеймін деген сөзі бұл өлкедегі ауылдардың бәріне де жайылып қалды. Әке-шешесі қыздың мінезіне ұялса да, зорлық қылуға бата алмады. Ертең болады деген той жасалмайтын болды. Кешеден желігіп жүрген сауықшыл жастардың бәрі де басылып қалды. Аяғында сол күні түнде күйеуі қасындағы жолдастарымен ақылдасып, еліне қайтпақшы болды. Қыздың әкелері ағайын туысқан жақындарын жиып алып, қызға қайта-қайта кісі салып сөйлескенде, ол көнбеген соң күйеулерге кісі салды. Біздің қызымыз әзірше бұзылып тұр, бірақ бізге 15 күн рұқсат берсеңіздер, соған шекті көндіреміз, тентегімізді тыямыз, 15 күннен соң қайта келіңдер десті. Күйеулер осы сөзді малданып қайтып кетті. Арада 4-5 күн өткен соң шабарман арқылы қызға берген уәделі түнінде Байбосын ауылының сыртына 3 ат жеккен трашпеңкемен келіп, Оспан Жәмиләні күтіп тұрды. Мұның ойын әлі күнге шейін ел ішінде сезген жан болған жоқ. Жүрісін тіпті сезіксіз қылу үшін Байбосын ауылынан қайтқан соң да ылғи Қасымның ауылында жатқан. Қыздың ауылының сыртындағы табысуға уәде қылған кішкене төбешіктің түбінде ауыл жаққа қайта-қайта телміре қарап, Оспан мен шабарман Жәмиләні сабырсыздықпен күтіп тұр еді. Бірталай ауыр минуттар өтті. Ұйқыда жатқан ауыл жақтан ешбір дыбыс білінбейді. Сабырсыз жігіттердің қадалып қараған көздеріне жұлдыз жарық болып тұрған қараңғы түнде кейде түрегелген ірі қараның бәрі де келе жатқан кісі секілденіп көрінді. Аяғында 1 сағаттай уақыт өткен соң, жігіттердің сақ құлақтарына бір-ақ рет шылдыр еткен шолпы дыбысы естіліп қалғандай болды. Екеуі де құлағын тігіп ауылға қарады. Аздан соң қараңдап, ақырындап сөйлесіп келе жатқан 2 кісінің бойы көрінді. Бұлар алдынан қарсы жүрді. Жәмиләні шығарып салуға жеңгесі Айша ере келген екен. Үстінде ақ көйлек бар, басына қара шапан жамылған Жәмилә жеңгесін ертіп жігіттердің қасына келді. Қыз келген соң азғантай ғана сөйлесіп, Айшамен бәрі қоштасып, қара жолмен жүріп кетті. Қала бұл жерден 100 шақырым. Жұрт тұрып құлақтанғанша, біз барып та қаламыз деп, ауылдан ұзап шығып алған соң, атты қатты айдап қашқындар кете барды. Ел ертеңінде түс мезгілінде қыздың кеткендігінен хабарлана бастады. Байбосын ауылы қыздың кіммен кеткенін білмей дағдарысты. Сол күні кешке бұл хабар Қасым ауылына да жетті. Бұл жұмыс төреден келгенін жұрт ертеңіне ғана білді. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай.